Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ болып шығатын, көрінісі де әдемі паттернаның рецептін ұсынамын. Менімен бірге қалып, видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыз. Жылы сүтке шекерімізді және де ашытқымызды салып, шекеріміз ерігенше араластырамыз. Енді үлкендеу ыдысымызға жаңағы сүтімізді салып, тұзымызды салып араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан салып, араластырып алып, үстінен еріген сары майымызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Енді бетін жауып, 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Дәл осы рецепттен 4 дана паттернан шығады. Бәрін дайындап болған соң, бірден пісірсеңіз де болады, не болмаса 20-30 минут тағы көтерілгенше қойып қойсаңыз болады. Жұмыртқаның сарысына аз ғана сүтті құйып, бетіне жағып шығарамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Міне достар, біздің нанымыз керемет болып шықты. Асты не үсті ешқандай да қатып қалмайды, сонда жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Мира ас болсын. Келесі видеоларымда үй жағдайында багет жасауды көрсетемін.